Bismillahirrahmanirrahim. Ru'yal Malik. Патшаның түсі. Ура'a Малику Миср ру'я ажиба. Мысыр патшасы ғажайып, таңғаларлық түс көрді. Ура'a фил манам саб'a бақаратин симан. Түсінде 7 семіз сиырды көрді. Ва якулу хазихил бақаратин саб'у бақаратин ажаф. Бұл семіз сиырларды 7 арық сиыр жеп жатыр екен. Ура'a Малика سبع سنبلة خضر وسبع سنبلات يابسات. Патша тағы 7 жасыл масақты және 7 құрғақ қураған масақты көрді. تعجب الملك من هذه الرؤيا عجيبة وسأل جلساءه عن تأويل رؤيا. Патша бұл ғажайып түске таң қалып, жанындағылардан, яғни уәзірлер мен нөкерлерінен түстің жоруын сұрады. قالوا هذا ليس بشيء. النائم يرى أشياء كثيرة لا حقيقة لها. Олар, бұл ештеңе емес, жай нәрсе. Ұйықтаған адам шындығы жоқ көп нәрселерді көре береді, деді. ولكن قال الساقي لا بل أخبركم بتأويل هذه رؤيا. Бірақ сақи, яғни сусын беруші айтты, жоқ, керісінше мен сендерге бұл түстің жоруын хабарлаймын, деді. وذهب الساقي إلى السجن وسأل يوسف عن تأويل رؤيا الملك. Сақи түрмеге барып, Юсуфтен патшаның түсінің жоруын сұрады. كان يوسف جوادا كريما مشفقا عن خلق الله فأخبره بتأويل. Юсуф жомарт, ізгі және Алланың жаратылыстарына жаны ашитын мейірімді еді. Сондықтан оған жоруын айтып берді. وكان يوسف جوادا كريما لا يعرف البخل. Юсуф сараңдықты білмейтін жомарт, ізгі жан еді. فأخبر يوسف بتأويل ودل على التدبير. Юсуф түстің жоруын айтты және алдағы қиындыққа қарсы шара қолдану жолын көрсетті. قال تزرعون 7 سنين واتركوا ما حصدتم في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Ол айтты, 7 жыл бойы егін егесіңдер. Жинап алған өнімдеріңді жейтін аз ғана бөлігінен басқасын масағында қалдырыңдар, сақтаңдар. ويكون بعد ذلك قحط عام تأكلون فيه ما خزنتم إلا قليلا. Одан кейін 7 жылдық жаппай құрғақшылық болады. Сол кезде жинағандарыңды жейсіңдер, тек тұқымға сақтаған аз ғана бөлігі қалады. ويطول هذا القحط إلى 7 سنين. Және бұл қуаңшылық 7 жылға дейін созылады. وبعد ذلك يأتي النصر ويخطر الناس ويخصب الناس. Содан кейін көмек келеді де адамдар молшылыққа кенеледі. وذهب الساقي وأخبر الملك بتأويل رؤياه. Оның түсін Сақи патшаға барып, оған түсінің жоруын хабарлады.